Сіз бірдеңе дайындаудан жалықпайды екенсіз деп жазады маған қыздар. Бір емес екі көмекшім бар болғасын, құр босқа отырудан жалығасың. Кеше тағы бір көмекші алдым, оны енді сіздермен бөліспесем болмайды. Онымен қоса осындай жұмсақ булочканың да рецептін бөлісемін. Қазір жаңа көмекшім жылдам ғана қамыр әзірлеп береді. Ол үшін ішіне сіз жылы сүт пен жылы су, тұз, қант, сұйық май мен жұмыртқа ашытқысын салып, онымен бірге жай ғана құлағын бұрап қойсаңыз болғаны. Әп-сәтте осындай жұмсақ қамыр дайындап беретін көмекшім тұрғанда, анау-мынау пісіріп жалықтым десем ұят болар. Мынаны қолмен елесең шамамен бір 10 минут тұрасың ғой, ал мынау 5 минутта осындай жұмсақ қамыр дайындап береді. Ал бетін жауып екінші құлағын бұрап қойсаңыз, әп-сәтте осындай топ-томпақ етіп қамырды көтеріп береді. Сосын қамырды 10 бөлікке бөліп тындырып, әрі қайсысын жұқалап жайып, ортасына сары майдан жұқалап жағып, екінші жайылған қамырды үстінен орналастырып, дәл осылай барлық қамырымызды бірін үстіне бірін орналастырамыз. Бетін жауып 20 минут тындырып алғаннан соң, қолымызбен осылай үлкен домалақ етіп жайып шығамыз. Және дәл осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп, ішіне вареная сгущенка салып, дәл осылай орап шығамыз. Дайын булочканың барлығын противенге теріп, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, бірден пешке салмаймыз. Бетін жауып, міндетті түрде 1 сағатқа бөлме жылуында қалдырамыз. Дәл осылай жасасаңыз, булочкалардың қамыры үлпілдеп көтеріліп шығады. Бетіне аздап қана мак сеуіп, пештің есігін ашпай, үсті қызарғанға дейін пісіреміз. Дайын булочкаларды үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Айтпақшы, менің қамыр илеуге арналған құрылғымды Каспийден ала аласыздар. Оны видеоның астында описанияда толығымен жазып қалдырдым. Булочка ғана емес, біз қамырмен неше түрлі тағам дайындаймыз. Бұндай құрылғының ас бөлмеде болуы өте қажет. Сіздер қалай ойлайсыздар? Нан сияқты пісіп шықса да, қайта булочка жасаудан қайтпайтын қайсар қыз келешектерге бүгін ең жақсы рецептпен келдім. Енді дайындағаныңызда жай ғана жұмсақ емес, өте жұмсақ болып шығады. Себебі бұл рецепт ақылы мастер-кластарда сатылған. Ендеше жақын деген жандарға тез жіберіп қойыңыздар, мен сіздермен рецептін толығымен бөлісемін. Алдымен жүрекшені қызартасыз. Артынша ыдысқа жылы сүт, жұмыртқа, қант, ашытқы салып араластырасыз. Еріген соң ұнды саламыз, артынша сары майды да салуды ұмытпаңыздар. Жақсылап жұмсақ қамыр дайындаймыз. Жылы жерге бетін жауып қалдырасыздар, көтеріліп шыққаннан соң теңдей 20 бөлікке бөліп тындырасыздар. Әр тынған қамырды осылай жайып, арасына сары май жағып, ортасына дейін кетеміз және дәл осы көріністе орап шығамыз. Оралған қамырымызды жылы жерге бетін жауып, тағы да 1 сағатқа қалдырамыз. Көтеріліп тұрған қамырларымызды бір-бірлеп қолымызбен жайып, артынша оқтаумен дәл осы көрініске келтіреміз. Ортасына мен вареная сгущенка салдым. Енді жеңіл әрекетпен дәл осы көріністе орап шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бірден пешке салмаймыз. Бұл көп қыздардың жасайтын ең үлкен қателігі. Бөлмеге бетін жауып, 1 немесе жарты сағатқа қалдырасыздар. Содан соң барып қызып тұрған пешке салатын болсаңыздар, булочка бірден көтеріліп, осындай үлпілдек болып пісіп шығады. Пайдалы болса лайк басып, міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мектепке бірдеңе дайындап беріп жіберемін десе, мектепте тамақ бермейді ма сонда деп жазып, әрине береді, бірақ қосымшаға да баратын болғандықтан қарны ашып қалады. Сондықтан мен сияқты мамаларға қажет болады деп, дәл осы булочканың рецептін салып қойдым. Алдымен өзіңіз қолданатын сүтті жылытасыз. Ал мен үйде үнемі табиғи амиран өнімдерін қолданамын. Міндетті түрде қол күймейтіндей жылу болуы қажет. 2 жұмыртқаны, қантты, ашытқыны салып, жақсылап ерітіп аламыз. Артынша елеп алынған ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Арасында бөлме жылуында тұрған сары майды да салып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Ашып көтерілгеннен соң, артынша қамырды 15 бөлікке теңдей бөліп тындырамыз және тынған қамырды дәл осы көріністе жайып, осы көрсеткенімдей кесіп шығасыздар. Салмасына мен табиғи амиран ірімшіктерін қолданамын. Артық суы шығып кетпесі үшін күкірізді крахмал, қант, жұмыртқа салып, жақсылап блендерде езіп, кесілген қамырдың ішіне 1 ас қасықтан салып, дәл осы көрсеткенімдей етіп түйіп аласыздар. Енді бірден пешке салуға асықпаңыздар. 1 сағатқа бөлме жылуында бетін жауып қалдырасыздар. Сол кезде дәл осылай үлпілдек болып көтеріліп шығады. Содан соң барып үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аласыздар. Қалауыңызша ішіне творогтың орнына шұжық қолдансаңыз да өте дәмді болады. Лайк басып сақтап алыңыз. Мектеп басталғалы күнде бірдеңе дайындап балаларға беріп жіберуім қажет. Соның бірі дәл осы мини пиццалар. Қазір көп мамаларға дәл осы рецепт қажет боларын біліп, сіздерге де осында бөлістім. Себебі бір жасағаннан өте жұмсақ болып шығады. Қол күймейтіндей 200 мг жылы сүтке 1 жұмыртқа, 60 г сары май, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 2 шай қасықты ашытқымен 500 г ұн салып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамыр қатты қолға жабысып жатса, 600 г дейін ұн қосуға болады. Қамырды көтерілгенше бетін жауып жылы жерде қалдырамыз. Ал көтеріліп дайын болған қамырды осылай бөлшек
бөлшектерге бөліп, қамырға осылай көлем беріп алып, арнайы соусын дайындауға кірісеміз. Ыдысқа 2 ас қасық томат, 150 грамм су және тұз, дәмдеуіштер салып қайнатып аламыз. Дайын қамырдың үстінен соусымызды жағып, өзіңіз ұнатқан кез келген ірімшік және шұжық түрлерінен салып шықсаңыз болады. Мен 2 түрлі шұжық және тұздалған қияр, қызанақты салып шықтым. Үстінен ірімшігін молынан салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 10 минутта пісіріп алдым. Бұл пиццаның қамыры өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқашанда трендтен қалмайтын, барлығына бірдей ұнайтын пахлаваның рецептін тездетіп сақтап алыңыздар. Дәл осы рецептпен тапсырысқа дайындап, табыс тапсаңыздар да болады. Алда тағы да тексерілген рецепттермен бөліскенімді қаласаңыздар, міндетті түрде лайк басып, құрбыңызға тездетіп жіберіп қойыңыздар. Мен сәл ғана ерініп, қамырды құрылғымен дайындадым. Ерінбесеңіз, қолмен дайындауға болады. 450 грамм ұнға 1 шай қасық разрыхлитель және міндетті түрде амиран сары майын қосып жасап көріңіздер. Басқа сары майда жарайды, бірақ дәл осы амиранмен осындай үгілмелі болып шығады. Енді 250 грамм жомарт қаймағынан қосамыз. Бұл да амираннан. Жұмыртқаның 2 сарысын салып, жақсылап елеп, қамыр дайындаймыз. Қамыр осындай жұмсақ, қолға жабысқақ болады. Қамырды теңдей 3-ке бөліп тындырасыздар. 5 минуттан соң жайып, вилкамен тескілеп шығасыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста бар болғаны 10 минутта пісіп шығады. Грек жаңғағын блендерде осылай езіп алып, үстінен жібітілген мейіз, қант және жұмыртқаның ағын салып, жақсылап араластырып қоямыз. Тағы бір қамырды жұқалап жайып, салмасын 2-ге теңдей бөліп, бір бөлігін осылай толтырып шығасыздар. Енді үстінен жаңа пісіріп алған қамырды қоясыздар. Мен кішкене сындырып алдым. Ештеңе етпейді. Үстінен тағы да салмасын салып, үшінші қамырды да дәл осылай жұқалап жаямыз және үстінен осылай қойып шығамыз. Пергаменттің үстіне жайсаңыздар, осылай орналастыру оңай болады. Шеттерін мен осылай өріп шықтым. Қалауыңызға қарай жай ғана бекітіп қойсаңыз да болады. Енді үстінен жұмыртқа жағып, қамырдың бетін ғана кесіп шығамыз. Қалауыңызға қарай жаңғақтармен сәндеп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Ыстық күйінде бал құйып шықсаңыздар, өте дәмді болады. Пахлаваға сироп құйсаңыздар да болады, бірақ маған сироппен өте қатты тәтті болып кетеді. Сол себепті жай ғана балмен ұсынамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыз. Осы шарға қонақ дастархан үшін түріктердің өзін таң қалдыратын үгілмелі пахлава дайындаймыз. Әрине сіздердің жүректен басылған лайктарыңыз үшін. Бастамас бұрын тәтті құмар құрбыңызға жіберіп қойыңыз. Алдымен үгілмелі қамырды дайындау үшін мөлшердегі ұнымызға сары май, қопсытқыш салып, жақсылап кружка дайындаймыз. Жұмыртқаның тек қана сарысын және сметана салып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырымызды 8 бөлікке бөліп тындырамыз. Тынып алғанша салмасын дайындауға кірісеміз. Ұсақталған грек жаңғағына ыстық суға жібітілген мейізімізді және сары майды салып, жұмыртқаның тек қана ағы, қант және 5-6 қасықтай ұн салып, жақсылап толық араластырамыз. Тынып алған әр қамырымызды 4 бұрыштап жайып, салмамен толтырып, дәл осылай нығыздап орап шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, пышақпен астап кесіп шығамыз. 180 градуста 30 минуттай пеште пісіп шыққаннан соң, кез келген балдан үстінен құйып, дәл осылай жалтыратып, тәбетіңізді одан әрі ашсын деп, фисташка ұнтағымен сәндеп, кесіп дастарханға ұсынамыз. Бұл тәтті пончиктар өзін-өзі айналдырып пісіреді десем, көп қыздар негатив жазыпты. Таңғаламын осындай қыздарға. Өзі бірдеңе дайындап білмейді, бірақ дайындап көрсеткен кісіні әбден жерден алып жерге салуға дайындырады. Жарайды, қаншама негатив жазса да, бірақ мені қолдайтын оқырмандарым көп болғансын, үнемі рецептін бөлісіп отырамын. Бұл жолы сіздерге одан әрі түсінікті етіп көрсетуге тырыстым. Алдымен жүрекшені қызартасыз. Артынша творогқа 2 жұмыртқа, қант және сметана саласыздар. Блендерде толығымен езіп аламыз. 1 шай қасықта қопсытқыш және ұнды салып, жұмсақ қолға қатты жабысатындай қамыр дайындаймыз. Артық ұн салудың қажеті жоқ, мөлшерін барлығын төменде көрсеттім. Теңдей домалақ шариктер жасап аламыз. Майымыз көп мөлшерде болуы керек және ең төменгі отта қыздырасыздар. Жоғары отта қуырсаңыздар, бірден сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сол себепті баяу отта қуыру қажет. Ең алғаш майға салғанда пончиктарды 1-2 араластырып жібересіздер, артынша өзі осылай домалап пісіп шығады. Дайын пончиктардың өзін жесеңіз де, не болмаса сгущенкамен, не болмаса шоколадный пасталармен ұсынсаңыздар, балалар өте сүйіп жейді. Рецепт пайдалы болса лайк басып, менің жаңадан ашылған парақшама тіркеліп қойыңыз. Қамыр жайып қиналмай-ақ, лаваш қамырын қолданбай-ақ қандай керемет тағам дайындағанымды сіздерге де көрсетейін. Шынымды айтсам, бұл рецепті өзбек блогерінен көріп дайындап көрген болатынмын. Дәміне енді сөз жоқ. Қазанға май құйып қызығаннан соң 2 бас пиязды турап салып, өзіңіз ұнатқан дәмдеуіштермен қуырып аламыз. Шпинат не болмаса өзіңіз ұнатқан көкөністерді дәл осылай ұсақтап турап, жартылай қызарған пияздың үстінен салып, 1-2 араластырып, 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Мен сияқты жалқау қыздар үшін ең оңай қамырын дайындау тәсілі.
келеді. Жылы суға тұзбен сұйық май араластырып, үстінен ұн салып, шайқап дәл осы көрініске келтіріп, баяу ғана қызып тұрған табамызға аздап қана май жағып, үстінен дәл осылай құйып, кәдімгі құймақты пісіргендей етіп пісіріп аламыз. Тек қана бұны аударудың қажеті жоқ. Жартылай пісіп бастағанда құймақтың үстінен салмасын дәл осылай салып, екі жағын бір-біріне біріктіреміз. Шынымды айтсам, дайындалуы тіптен оңай екен. Екі бетін аударып, 2-3 минуттан қызартырып дайындап ала бересіздер. Менің ойымша салмасын етпен қуырып, не болмаса асқабақпен де дайындауға болады. Ыстықтай үстінен сармай жағып дастарханға ұсынсаңыздар, отбасыңыз қайта сұрайтын сүйікті тағамы болады. Видео пайдалы болса, тездетіп лайк басып сақтап алыңыз. Қамыр жайып қиналмайсыз, лаваш қамырын қолданбайсыз. Күнде болмаса да арасында балаларға осындай ерекше таңғас дайындайсыз. Неге десеңіз, дәмі өте дәмді, балалар таласып тұрып жеп алатын таңғас болады ғой. Күнделікті колбаса мен жұмыртқаны жай ғана қуырып бере салмай, ерекше бірдеңелерді де дайындап көріңіздер. Сіздерге де теп-тегін бөлсемін, алдымен жүрекшені қызартасыз. 400 грамм жылы суға шай қасықта тұз, 50 грамм сұйық май, 200 грамм ұнды салып жақсылап араластырамыз. Дәл осындай құймақтың массасы сияқты болады. Енді қызып тұрған табаға құйып айналдырамыз. Дәл құймақ сияқты дайындап, екінші бетін аударамыз. Салмасына мен балаларым сүйіп жейтін және өзім еш уайымсыз беретін таза жылқы етінен жасалған халал арай шұжықтарын теркадан өткізіп аламын. Және пиццаға арналған еритін кез келген моцарелла не болмаса сулугуни сырларын азғантай көкөніспен бірге араластырып, дәл осылай құймақтың ішіне салып аламын. Енді қамырдың екінші жағын осылай біріктіріп, аздап жеңіл ғана әрекеттермен басып шығамыз. Сол кезде бір-біріне бірігеді және қызарғаннан соң екінші жағын аударып, дәл осы әрекетпен барлығын пісіріп аламын. Пісіп дайын болған күйде үстіне сармай жағып қойсаңыздар, өте жұмсақ әрі өте дәмді болады. Бұны ыстықтай дастарханға ұсынсаңыздар, үлкеннен бастап кішілерге дейін таласып тұрып жеп алады ғой. Рецепт пайдалы болса, міндетті түрде жақын деген құрбыңызға, көп балалы мамаларға жіберіп, лайк басып қолдап қойыңыз. Жаңа тренд шығыпты, қыздар, көрдіңіздер ме? Бұл ерекше мармелад. Бұл мармеладты балалардан бөлек арықтағысы келіп жүрген жандар да тұтынса болады екен. Оны дайындауды қазір сіздерге толық көрсетемін. Алдымен жүрекшені қызартасыз. Артынша ыдысқа кола құямыз. Міндетті түрде Милавтың қансыз коласы болуы қажет. Себебі дәмі құрма шырынымен дайындалған қансыз сусын. Біздің балаларға арықтаудың қажеті жоқ. Сол себепті 2 ас қасық қант қосып жасадық. Ал арықтап жүргендер қансыз жасасаңыздар да дәмді болады. Енді 50 грамм халал желатин және жарты шай қасық лимонная кислота салып, барлығын жақсылап араластырып, орташа отқа қойып қыздырамыз, қайнатпаймыз. Кішкене булана бастағанда алып 5 минуттай суытып, дәл осындай формаларға құйып шығамыз. Енді 2 сағатқа дейін орнынан қозғалтпай бөлмеде қалдырамыз. Холодильникке қойсаңыздар да өте жылдам дайын болады. Бірақ қазір үй салқын болғандықтан мен бөлмеде 2 сағаттай қалдырдым. Қараңыздаршы, қандай тәп-тәтті мармеладтар шықты. Бұл мармеладтың дәмін бірінші рет көргенде коланы құдды бір шайнап жегендей болдым. Балаларға міндетті түрде дайындап беріңіздер және видеоны жақын жандарға жіберіңіздер. Қыздар, мен мынаны хаттама деп айтамын. Ал 100-ге жуық қыз жекеме бұл хаттама деп жазды. Хаттама бұл протокол ма, қалай? Мен шатасып тұрмын ба деп ойланып қалдым ғой. Бір елде тұрсақ та бір заттың неше түрлі атауы бар екен ау деп. Білмеймін, енді мен үшін бұл хаттама. Бүгін ет қосылған түрін көрсетемін. Алдымен жүрекшені қызартасыз. Артынша ыдысқа жылы су, 1 шай қасық тұз араластырып, ұнды салып, орташа жұмсақ қамыр дайындап, 4 немесе 5 бөлікке бөлесіз. Тынып алған қамырды жұқалап жайып шығамыз. Әр қамырдың арасына ерітілген сармай жағамыз. Мен Амиран сармайларын қолданамын. Осы сармаймен қатпар мол болып шығады. Жұқа жайылған қамырға сармайды жағып болғасын, салмасы үшін молынан пияз, қалауыңызша ет, тұз, қарабұрыш салып араластырып, май жағылған қамырдың үстінен салмамыздың бір бөлігін салып шығамыз. Екінші қамырды да жұқалап үстінен орналастырып, жаңағыдай сармай мен салма салып, дәл осылай қамырымыз бен салмамыз таусылғанға дейін қайталаймыз. Мен қамырды кіші етіп 4 бөлікке бөліп жасадым. Қалауларыңызға қарай 2 бөлікке бөліп үлкен етіп жасасаңыздар да болады. Ең соңғы қамырдың үстіне де сармайды жағып, кішілеп осылай кесіп алып, нығыздап орап шығамыз. Етпен жасалған қаттама менің ойымша табада піспей қояды-ау деп мен пешке салып дайындадым. Осылай оралған қамырларымызды кішкене тындырып алып, содан соң қолымызбен оңай ғана жайып аламыз. Жұмыртқаның сарысын жағып 30 минут 200 градуста пісіріп алдым. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Пайдалы болса лайк басып қойыңыз.